Әскери институтты таныстыра келе, сіздерді бүгін дене дайындығы кафедрасымен таныстыратын боламын. Кафедраның бастығы Ришат Аршадинович. Жалпы бұл кафедра сабақты қалай ұйымдастырады, курсанттардың негізгі бағыты қандай, оқу бағдарламасы қандай, ұшқыштардың бағдарламасы қандай, мысалы медицина мамандығын оқитын қыздар бар бізде, олардың бағдарламасы қандай, сол туралы бір жақсы шолу керек. Бізде курсанттар келіп, киімдерді осылай ретімен реттеп, одан кейін спорт залға кіріп, сабақтары өткізіледі. Спорттық залымыз бұл жерде ойынның әр түрлері өткізіледі. Бізде қазір тұрақты құраммен бақылау сабақтары өткізіліп жатыр. Бақылау сабақтарды майор Тілеубаев қабылдап жатыр. Нормативтерді. Құрметті көрермен, құрметті ата-аналар, біздің әскери қызметшілердің өзі де дене дайындығын тапсырады. Ары қарай бұл біздің үлкен енді кең спорт залымыз. Жақсылық Үшкемпіровті барлығы таниды. Василий Жиров, Ермұхан Ибраимов, Бекзат Сатарханов. Бұл біздің курсанттарға үлгі болып есептеледі. Оқытушылар бөлмесі. Ал мына жақта не екен? Бұл біздің дене дайындық кафедрасының тарихы. Бұл жерде тарих туралы жазылған, біздің кафедрамыздың эмблемасы жасатылған. Бұл жерде бастықтарымыз бірінші бастықтан бастап бүгінгі күнге дейін бастықтарды еңбек сіңген мұғалімдердің суреттері осы бізде қабырғада ілінген. Жақсы.